Ассалаумағалейкум. Мемлекеттік қызметкер қандай болу керек? Негізінде біздің заманымызда өмір сүріп жатқан мемлекеттік қызметкер қандай талаптарға жауап беру қажет? Қазақ тілде толық сөйлей білу керек. Қазақ тілінде де, орыс тілінде де. Одан кейін кез келген сұрақтарға жауап бере білу керек. Білім жағынан әрине білімі жоғары болу керек ондай адамдардың. Мемлекеттік қызметкер негізі өзінің адалдығымен, өзінің білімділігімен елдің экономикасы, дүниежүзілік экономиканы соны түсінетін өте білімді азамат болу керек. Халқымыздың бір экономикасын көтерейін деген, соның жаңағы өнеркәсібін көтерейін деген азамат болу керек. Таза болу керек, өзі моральдық жағынан тұрғысынан, мінез тұрғысынан әр уақытта шындықты қалаушы нағыз еліміздің, Қазақстанның азаматы болу керек. Негізінде мемлекеттік қызметкер ол мемлекеттің адамы. Яғни кез келген дағдарысқа төтеп беретін, мемлекеттің саясатын дұрыс атқара білетін, мұнайдың бағасы төмендеді деп елді дүрліктірмей, мемлекеттің болашағын, халықтың қамын ойлаған, туған еліне, жеріне қызмет ететін адам. Негізінде міндетіне адал мемлекеттік қызметкерлеріміз бар ғой. Бірақ бір құмалақ, бір қарым майды шірітеді деп атам қазақ тегін айтпаған. Мен елдің алдында, халықтың алдында бәріне жауап берем деп, кез келген шешімге дайым деп, бәріне төзімді болам, бәріне сабырлық көрсете алам деп, өзінің екінші жағынан психологически мықты болу керексің деп ойлаймын. Мына өз ісін білмейтін, өз жұмысты жүргізе алмайтын, білім дәрежесі төмен азаматтарды жолатуға болмайды. Себебі олардың ешқандай біздің тұрған мына экономикамыз, жаңа шаруашылығымыз даму қарқыны төмендейді. Әрбір должностной адам өзінің істеп отырған жұмысын жақсы білу керек. Егер ол жақсы білмесе, ол көп ашып жібереді. Сонда профессионалдар керек әрбір қызметке. Мен солай деп ойлаймын. Иә, өз ісінің нағыз шебері болу дегеніміз құр сөз емес. Шеберлікті емес, шенді қуып, абыройын төгіп пара алып халыққа тәкаппарлықпен қарайтын мемлекеттік қызметкерлер ең алдымен еліне, мемлекетке зор зиян келтіруде. Для подготовки кадров высокого уровня я лично и государство тратят большое время, большие деньги и так далее, да? И мы ожидаем от этих людей, чтобы приносили решения. Много раз я вам говорил, если дело не идет, надо менять первого руководителя. Если он приходит к тебе, ставит вопрос большой, но не говорит, сколько вариантов есть решения этого вопроса, это проблема, он сам проблема для тебя. Освобождайся от таких людей. Есть люди обученные, молодые, но не пускают их никуда. Вот меритократия, о которой мы говорим, должно стать нормой. Меритократия, опять же, простой народ, что понял, все ступеньки должен пройти, с низов до верхов. Тогда он будет. Вот о судьях мы говорим, об остальных говорим, а по государственной службе тем более надо. Негізінде меритократия дегеніміз еңбегінің еленуі. Қазір елімізде мемлекеттік қызметті дамытудың жаңа кезеңі бастау алды. Негізінде ұлт жоспарының алғашқы 15 қадамы кәсіби мемлекеттік аппаратты құруды көздейді. Ал енді бұрын жұмыс істей алмайтын, жалқау уақытында өз жұмысына сылбыр қарайтын жастардан, мысалы мамандардан, одан арылуымыз керек. Сонда ғана біздің елдің экономикасы көтеріледі. Дәл қазір Ғани Өтепбайұлымен қорытынды жаңалықтар.